Гүлмира, давай өзің бизнесің жайлы сен таныстырып өт. Ассалаумағалейкум. Қызылорда қаласынан. Менің бизнесім продукты питания. Өзім бизнесімді мен қалай үлкейткім келеді? Жабай жолмен жүрміз ғой, жаңа айтып жатқандай. Гүлмира, бәрілерің айтатын нәрсе лифт тест деген бар. Лифт тест деген сөз. Мысалы, сен лифтке отырдың менімен бірге, 5-ші қабаттан 1-ші қабатқа түскенше, мысалы, мен сен клиентіңмін. Допустим, да? Болмаса сен менен немен сұрап жатсың да, инвестор, мысалы, саған ақша керек, сен маған инвестиция жасатқың келеді да, айтасың, аға, маған бір 3 миллион теңге мен кәсібімді дамытуға жетпей жатыр, 3 миллион теңге салсаңыз, мысалы, кейін осыдан өкінбейсіз қарсы аласыз деген сияқты. Менің уақытым жоқ, шығып қалғанда мен лифттің қасынан тосып алдың. Менде мүлде уақыт жоқ. Енді 1-ші этажға түскенше сен айтып беру керексің. Бәріңе кез келген бизнесің жайлы өзіңде түсінік бар ма, жоқ па екенін, адамдарға келтіретін пайдаң, жоқ болмаса адамдарға келтіретін қандай проблеманы шешіп бересің, соны бір 10-15 секундтың ішінде айтып бере алуың керек. 10-15 секунд ішінде айтып бере алмасаң, сенде өзіңнің бизнесің жайлы түсінік жоқ деген сөз. Бизнес деген адамдарға пайда әкелу, не болмаса адамдардың проблемасын шешу. Сол үшін қоғам саған ақша төлейді. Не адамдар, не бір компания. Сен оған пайда әкелсең төлейді, солай ғой. Не болмаса проблемасын шешіп берсең төлейді. Басқа ештеңеге төлемейді. Давай, адамдарға қандай пайда әкелесің, болмаса адамдардың проблемасын қалай шешесің? Қалай, не пайда тауып жүрсің? Продуктымен қамтамасыз етемін, жұмыс беремін. Тамақ магазині ме? Магазинде бар, оптовый торговляда бар ғой. Оптовый торговля. Не сатасың, қандай неме әкелесің? Жұмыртқа сатамыз біз оптом. Біздің әкелетін пайдамыз. Айталық, мен сенің оптовый клиентіңмін. Мен сенің клиентім сен. Давай, маған қандай пайда әкелесің? Неге мен сені алуым керек? Мен алатын себебіңіз, өткені мен уақытында жеткізіп бере аламын. Бағамды арзандатып бере аламын. Басқа өзімнің конкуренттеріммен әрдайым жаңағы қоғамға келетін пайдам, өзімнің мысалы клиентіме әрдайым бағамды нормально беріп отыруға тырысамын өзімнің. Жалпы бәрін тыңдап отырайық да, көріп отырсыңдар ғой да. Негізгі бәрің енді салаларың бар, ары қарай да сала таңдап алу үшін, да, дұрыс сала таңдап алу үшін адам нақты өзінің орнын, ары қарай сен кәсіпкер ретінде осы өмір сүруге қақың бар ма, қақың жоқ па дегенде, сенің қазір көрсетіп жатқан қызметің өте керемет, сен осы жерде керемет экспертсің, ары қарай сен бұл эксперттігін дамыта бересің, сенің кәлемің өсе беретін болу үшін сенің осы қоғамда алатын орныңды білуге тиіссің, да. Компанияңыздың табысы не өшпей, не өспей бір жерде тығырыққа тіреліп қалды ма? Олай болса, төмендегі сілтемеге кірсеңіз, компанияның өсіру жолындағы талай құпияларымен танысасыз. Мен мысалы андай кітап жұмыста да жатыр. Маркетинг со скоростью мысли деген Сливоцкий. Өте керемет кітап. Өне бойында келеді, ең соңында бәрібір соның заключениесі. Мен айтамын, бүкіл мотивация, бүкіл мына психологияның немесі айналып келгенде нейронға келеді. Екі нейронның байланысы, мидың. Сол айналып келгенде дофамин мен кортизолға келеді. Осы екі нәрсе басқаратын. Ең түпкі тамыры. Все дороги ведут в Рим деген сөз бар баяғы. Бүкіл жолдар Римге апарады деген сияқты. Сонда адамның болмысы жайлы бүкіл немене айналып келген кезде түбінде дофамин мен кортизолға апарады. Сол арқылы тарайды бәрі. Адамды басқарып тұрған нәрсесі сол да. Сондықтан кәсіп жайлы айтқан кезде бүкіл қоғамға қандай пайда келесің, болашақта қандай пайда келе аласың, тура соған айналып алып келеді. Сондықтан мұқият тыңдаңдар да, ары қарай немене бола ма? Кімнің Гүлмираның неменесі проблемасы да, мысалы ары қарай кәсіпкердің жолына түскеннен кейін ол немен емес да, мысалы бір университет сүртім, оқып кетіп бітіріп кеттім. Финиші, сен мысалы пойызға отырдың, бір жақта түсесің, қашан түсесің? 4 жылдан кейін сен қолыңа қағаз аласына түсесің. Мектепке кірдің, 10 жылдан кейін, біз 11 жылдан кейін шықтың, меңді алып кірдің да. Тура сол сияқты, мекемеге кіріп жұмыс істейтін болсаң, белгілі мекемеде бір жерде өсесің, содан кейін пенсияға шығасың деген сияқты. Ал кәсіпкер үнемі өзінің орнын көріп отыру керек та, айқын. Мен қандай ары қарай қалай дамимын, қоғамға пайда келтіре аламын ба? Жаңа Сливоцкийдің кітабының ең соңғы немесі мынандай сұраққа жауап беру керек дейді. Неге клиент менен алу керек деген сұрағына, клиенттің сұрағына жауап бере алу керексің. Неге менен алу керек? Неге именно менен алу керек? Да? Неге менің затымды алу керек деген сұраққа жауап беру керек. Содан кейін неге именно менен алу керек деген сұраққа жауап бере алуың керек. Сол сұраққа анық жауап бере алсаң, сенің кәсібіңде болашақ болады. Осы сұраққа анық жауап бере алмасаң, сенің кәсібің шалтай-балтай, болашағы да жоқ болуы мүмкін. Жоқ, егер сондай болатын болса, онда айтуға болады. Басқа компанияларда жеткізіп беру, оларда қиыншылық бар. Менде дрон бар. Дронмен фук деймін да, аспанда неменеге. Дрон деген нәрсені білесің ғой? Мысалы сондай сияқты. Сен енді басқаларды уақытында жеткізіп беретін шығар, да?
сондай керемет қиын нәрсе емес қой. Бізде клиенттермен жақсы қарым-қатынас бар, бір жағынан. 4 жұмыртқаны қайдан аласың? 4 фабрикадан Қостанай қаласы, Ақтөбе қаласы, Петропавл қаласы. Тікелей аласың фабрикалардан? Тікелей аламыз. Қазіргі сатып жатқан объемың қанша? Бір айда қаншаға 6 сатасың? фурам. Кіріс қанша? Выручка қанша ақша жалпы кіреді компанияға бір айда? Пайдасы ма я Жоқ, кіріс, выручка. Біз шатастырып аламыз да, выручка қазақша кіріс. Прибыль қазақша пайда. Сол ара жігін ажыратып алыңдаршы да, мен кіріс деген кезде просто кассаға түскен ақша. Ал пайда деген сөз бүкіл шығындар төлеп тастағаннан кейін қалған сенің қалтаңа алатын компанияның пайдасы компанияның. Түсінікті ғой да? 2,5-3 миллиондай. 2,5-3 миллион теңге кіріс, да? Пайдасы қанша? Есептемейсің де? Наверное, одан қылмыс жоқ, енді жақсы мойындау керек. Егер енді сенде менеджмент ештеңе жоқ деген сөз да? Сен машина айдап келе жатсың, сенде мысалда қанша бензин қала бар, ешқандай еме көрсетпейді сенде. Көз алдыңа елсеш, машинада көрсеткен кезде бензиннің қанша қалғанын көрсетпейді, сенде жүрегіңде қандай неме болады? Қорқыныш. Үрей тұрады, қай уақытта бітіп қалады екен, қай жерде тоқтап қалады екен. Сенде сондай қазір бизнесінде сондай сол спидометрі жоқ, бензиннің қанша келіп кетіп жатқанын көрсетпейтін машина айдап келе жатқан адам не, Гүлмира не бірдейсіңдер. Бұның сендерге қазір қажеттілігі ары қарай, бюджеттің қажеттілігі. Мынандай нәрсе, экспертность дегенді мен экспертность компанияда аттың аяғы есінде ғой да. То есть аттың 4 аяғы, аттың 8 сын естерінде да, экспертность дегенде экспертность тек қана ана мысалы Мейірхат эксперт, жиһаз жағынан эксперт, өз дизайн сызалады, мебельдің МДФ, ламинат, тағы крашеный, боялғанда патинамен красить етеді, ол прям ескі теңіздің астында жатып қалған бір ескірген сияқты патина деген. Соның бәрін біледі, қолмен жасай алады, да, мебельді түгел. Ол жеткіліксіз. Енді ол бәсекелестерді білуге тиіс. Жалпы осы нарықтың емкость рынка дейді. Емкость рынка деген осы нарықтың сыйымдылығын білуге тиіс. Да, осы жиһаз Алматыда мысалы қаншама жиһаз жылына сатылады мөлшермен, осында қандай игроктар, қандай фабрикалар бар, солар қанша қанағаттандырып жатыр. Соның ішінде мысалы мебель деген мынандай бар, серийный мебель бар. Мынау серийный мебель, мынау орындық серийный мебель жасалып жатыр. Бұны тура Ахметтің тапсырысымен жасалған жоқ. Біз барды сатып алдық. Бұны олар мыңдап шығарып жатыр да. Екіншісі жеке тапсырыспен жасалатын мебельдер. Соның нарығын білуге тиіс мөлшермен. И сол нарықта қанша ойыншылар бар, соны білуге тиіс. Соны білген кезде айталады. Мысалы, мына заказбен жасалатын нарықта осынша компания бар. Олар сұраныс мысалы 100 миллион қанағаттандыру, мысалы 70 миллион, 30 миллион қанағаттандыра алмай жатыр. Болмаса талап жоғары, да, қазір адамдар мебельді түсіне бастады. Өте жақсы, мысалы итальянский сияқты жасатқысы келеді, мягкий мебельді осылай керемет кожадан жасатқысы келеді. Бірақ соған ұсыныс беретін адамдар аз. Мен сол нарықты мен жаба аламын деген. Мысалы кім айтады, Мейірхат бүйтіп айта алады, мен сенімдімін да. Мен болашағыма білемін. Да, өйткені жеке тапсырыс бойынша да жақсы дизайн жасап беретін, соны жақсылап тұрып европалық деңгейде бояп сапалығы жасап беретін, барып орнатып беретін компаниялардың саны аз. Мынандай компания бар. Адельфи деген компания бар. Сапасы бүгінгі түріктің деңгейінде, Стамбулдың деңгейінде, Европаның деңгейінде өте жақсы. Бірақ ол конкурент емес, өйткені ол динозавр. Сайты жоқ, Инстаграм жоқ, Ютубы жоқ, ештеңкесі жоқ. Мен оны былай жеңіп кете аламын. Да? Мен оны продвижение арқылы жеңе аламын, профессиональный продвижение арқылы. Ал енді мықты продвижение жасайтын компаниялар бар, бірақ олардың бөлімінің сапасы нашар. Да, мен сол арқылы жеңем. Сен мен түсініп отырсың ба ары қарай? Гүлмира, менің де міндетім, сенің де міндетің бұл қазіргі бір айда, 2 айда бір табыс тауып кету емес. Саған 2 жыл, 3 жыл, 5 жылдың ішінде саған тұрақты, аяғына мықты, өзіне сенімді компания жасай алу. Мысалы, Мейірхат анда-мында барды, қазір фокусын бір немеге қойды. Осыған енді стратегический жоспар жасап жатыр, стратегия жайлы болашақта әңгіме болады. Енді ары қарай айтады, мен бұл нарықта нақты шыдап, бәсекелеске шыдап тұра алу үшін менде мықты дизайн болуға тиіс, менде мықты бір отделка, лакировка, красклей алатын маляр жақсы болуға тиіс, менде бір-екі мықты станок болуға тиіс. Индивидуальный заказдың клиенттің сұранысын қанағаттандыру үшін. Түсінікті ме? Енді осы жағдайда сенің миыңда кішкене жаңадан бір инсайттар келіп жатса,
сенің компанияң алдағы 2-3 жылдың ішінде нарықта тұрып қана қоймай, нарықта жоғары көтеріліп даму үшін не керек? Сен соған қандай сенімділік бар? Көп компаниялар, біраз адамдар не өспейді, не өшпейді. Да, осына жүреді, соңғы бір уақыттан кейін құлдилап кете бастайды төмен қарай. Да? Содан сақ болуға тиіс. Егер өспесең, сен өшесің. Міндетті түрде өсіп отыру керек. Сен компанияның тұрақты өспегеніне қанша жыл болды? Уақыт болды. Бір қалыпта тұрғанына. 1 жыл болды ма, одан да көп болды ма? 2 жылдай. 2 жылда осы 3 миллион теңгеде даже табысына білмейсің да. Жақсы жарайды. 2 жыл тұрса ол жақсы. Яғни ол құламай тұр деген сөз да. Белгілі бір нарықта немене ұстап алдың. Енді кейде былай болуы мүмкін. Мысалы, емкость рынка, да? Емкость рынка деген сыйымдылығы, нарықтың сыйымдылығы. Мынаған қанша? Бір 150 грамм, 200 грамм, 150 грамм сият. Бұдан артық құйсам, сыймайды, солай ма? Бұл артық құйсам, сыртқа төгіле бастайды, да? Толды. Сол сияқты сен нарықты толтырып тастауы мүмкін, да? Мысалы, айталық, жұмыртқа бір адам, мысалы, айына бір үй 50 жұмыртқа алатын болса, олар ешқашан 200 жұмыртқа алмайды, қанша сен насихаттасаң да, жұмыртқа керемет десең де, нарық толды. Бір 10 ба игрок бар, 10 игрок бөліп алды әгі нарықты. Бітті. Өзінің төбесіне жетті. Сонда не істеу керек? Мысалы, Гүлмираның жағдайында. Географически даму керек, не болмаса подниша іздеу керек. Егер подниша іздемесе, географически өсу өте қиын болатын болса, онда бұл нақты осыған, шүкір осыған, осыдан құлап кетпесін деу керек, оған бір менеджер қою керек. Басқа менеджер, атқарушы директор қоясың, соған бір 10-20% үлесін бересің, содан кейін сенің міндетің стратегиясын ары қарай құлап кетпеу үшін конкрет стратегиясын анықтап беру, содан кейін бюджетін бекітіп беру. Болды, онан кейін бақылап отырасың. Өзің басқа өсетін бір бизнес аласың да, соны өсіре бастайсың. Бірақ әлі неме ете қойған жоқсың да, әлі сен нақты конкуренттердің кімекке қанша екенін, олардың нарқынан, мысалы, сен бір нетіп аласың ба? Мынау нарықтың немесі болатын болса, мұнда ойыншылар тұр да. Айталық, сен мына жердесің да, Гүлмира. Мына жерде бір бақыт деген бар, мынарда Жансая деген бар да. Сен мынаныкін бір тартып алып, мынаныкін тартып алып, кеңейтуге бола ма, болмай ма? Алдымен осыны нетуге болады да, осыны қарау керек. Жақсы, ары қарай неше игрок бар Қызылордада? Сен жұмыртқамен оптом айналысатын. 4. Сол 4-ін бөліп алдыңдар да, біріңді жақсы білесіңдер. Тұрақты клиенттерің бар. Сен тұрақты клиенттерің бір дүкендер да. Белгілі дүкендер, базардағы оптом алып сататындар да. 3 миллионнан, даже сен бір 10% бар ма рентабельность? 100 мың теңге, хотя 500 мың теңге қала ма? 500 миллион теңге қала ма, қалмай ма? Таза пайда қала ма? Бір 500 мың теңге айына алып отырасың ба компаниядан? Менің таза пайдам 2,5 миллион теңге. Сізді түсінбеген шығармын мен. 2,5 миллион теңге. Таза, кіріс қанша ендеше? Оборот емес, оборот деген басқа, оборотта жүрген ақшаң да. Кіріс, кассаға қанша ақша түседі өзі? Күніне қанша түседі, айына қанша түседі? Күніне бізде выручка 2,5 миллион теңге. Миллион теңге түседі. Орта есеппен 1,5 миллион теңге болмаса 45 миллион түседі да? 50 миллион болады ғой. 50 миллион айына где-то выручка болады да, содан 2,5 миллион теңге пайда да. Так, 10% болса 5 миллион, 5% болса 2,5 миллион теңге да. Где-то 2,5 миллион теңге болатын болса, сенде 5% рентабельность төмен да. Төмен енді 10%. Бірақ енді за счет оборота болатын болса нормально. Нормально. Енді сен жассың ғой, мысалы 60-қа келіп отырсаң айтсаң болады, енді нормально, енді ары қарай осы маған жеткілікті, ақырын пенсияға дейін мысалы енді бір 5-10 жыл істесе жетеді, содан кейін балаларым істеуге келмейді, одан кейін біреуге беремін де осыны қоямын деген. Сен жассың, сондықтан жаңағы сияқты не өз неменеңді жаңағы 2,5 миллионды 3 миллион, 4 миллион, 5 миллионға жеткізуге тырысу керек. Не болмаса бұны қойып басқа бизнеспен айналысу керек. Негізгі өмірдің мәні даму, эволюция. Не өсесің, не өспейсің. Гүлді де, не мысалы алмағаш егіп қойасың, не өсіп жеткеннен кейін ол қурайды да, өседі. Тура сол сияқты адамның да өмірдің мәні недігі, өмірдің мәні даму. Басқа адамдар қанша пайдасын дұрыс келтіре алмай жатыр, соны зерттеп ары қарай өсіру керек. Мен айтайын, саған мұндағы неменең, енді Гүлмираның алатын пайдасы не? Мысалы самғаудан алатын пайдаң сен бюджетированияны қоясың, ең басында системаны қоясың, оргструктура, функциональная обязанность, отчетность қоясың да, бір адамға тапсырасың, соң кейін доверяй, но проверяй. Да, ол бизнес прозрачный болуға тиіс. Шынның ар жағындағы сияқты қанша ақша келіп жатыр, қанша шығын шығып жатыр, қалай болады. Соны бергеннен кейін жүйе қойып тастағаннан кейін сен басқа бизнеспен айналыса аласың. Дамыту, окей?